ажыратамыз: синоним, амоним, антоним. Ең алдымен қазақ тіліндегі лексикология саласын талдап алайық. Лексикология сөздердің мағынасын, қолданылуын шығу тегін зерттейді. Лексикология үш түрге бөлінеді: синоним, амоним, антоним. Мысалға, келбетті жігіт, сұлу қыз екеуі де әдемі деген мағынаны білдіріп тұр. Ержүрек, қайсар, мықты, бұның барлығы батыр деген мағынаны білдіріп тұр. Демек, синоним дегеніміз жазылуы әртүрлі, мағынасы мәндес, ұқсас сөздер болып табылады. Ал амоним дегеніміз не? Мысалға, ат, асығату, атым арман, барлығы ат сөзінен шығып тұр. Яғни амоним дегеніміз жазылуы бірдей, мағынасы әртүрлі сөздер. Ал антоним дегеніміз не? Мысалға, суретте үлкен алма және кішкентай алма көріп тұрсыздар. Одан бөлек үлкен үй және кішкентай үйді көріп тұрсыздар. Демек, антоним дегеніміз мағынасы қарама-қарсы сөздер болып табылады. Ақпарат пайдалы болса өзіңе сақтап, менің парақшама тіркеліп ал.